Барлығыңызға сәлем, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен картоптан жасалатын өте дәмді әрі өте тез дайындалатын құймақтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ұнаса лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Ең алдымен 3 тал картопты аршып, тазалап жуып алған соң жұқа етіп турап аламыз. Содан соң қайнап тұрған суда буға пісіріп аламыз. Жұп-жұмсақ болғанша, езілгенше буда пісіріп алып, содан соң шаншқымен езіп аламыз. Алдымен картопты жақсылап тұрып езіп аламыз. Содан соң жұмыртқа қосамыз. 2 тал жұмыртқа қосып араластырып аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Қалауларыңызша басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен жай ғана тұз қостым. Содан соң ұн салып араластырып аламыз. Ұнды қажетінше саламыз. Аса қатты қылмай, жұмсақ қылып илеп алсақ болады. Ұн салып араластырып алған соң, алдын ала турап дайындап қойған көк пиязды саламыз. Сәл сұйықтау көрінді, тағы да азырақ ұн қосып, енді қолменен қамырды біріктіріп илеп аламын. Осындай жұмсақ қамыр болды. Аса қатты біріктірудің қажеті жоқ. Енді бірден ас тақтаға алып, ұн сеуіп отырып, тең бөліктерге бөліп аламыз. Содан соң ұн сеуіп отырып, қамырды бірден домалақ қылып жасап аламыз. Қамырды қазір жайған кезде дөп-дөңгелек болып шығу үшін осындай домалақ қылып алсақ жақсы болады. Осы күйінде жая берсеңіздер де болады. Содан соң қамырды алып, бірден жұқа қылып отырып жайып аламыз. Содан соң қызып тұрған майда аударыстырып отырып, қызартып қуырып аламыз. Қуырған кезде орташа отқа қойып пісіреміз. Шикі қалып қалады деп уайымдамаңыздар. Бұл ашытпаған қамыр болғанмен, құрамының көбі ұн емес, бұнда піскен картоп бар. Сол себепті толық пісіп шығады, піспей қалады деп уайымдамаңыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Менің отбасымдағыларға қатты ұнады. Балам осыны қатты ұнатып жейді. Егерде соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге тіпті де қызықты рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.